45 болсын, тышқысы 45. Ішкісі 42. Бұсын білесейді мені. Ішелі екен. 45 ярым. Ну, бұл шулық тұрба ақырасы. Барыңызға да сәлем жамағат. Сіз Шақмақшы каналында. Бүгін біздің қыш, бүтін жерде қар. Көргеніңізше. Бүгінгі вазифам менім машинаның ең артқы өлішін тауыш кеміткішін ауыстыруға керек. Мына мында штативқа қоям да, һәм сізге көрсетіп кетем. Қазіргі вақытта машина нешік ішләгәнін. Нешік жамағат тауыш? Спортивный ма? Спортивный. Ләкин меғамды тауыш ярамы, чөнки ол көп ери башласаң башына ауырттыра башлай. Шуңа күрә бүгін тауыш кеміткішін алыштырырга керек. Жаңа тауыш кеміткіш, мында багажникта. Искесі мына мында аулақта, чөнки мен аның резинларын енді алдым, икесін. Үшіншісінде генә мында гына тора алха. Қанатыға шығып тора торган турба. Ол банкистерден бірге тоташқан булырга тиеш. Булды жамағат. Китте масқа таба. Үрләр яуларга. Вода септердім, біраз кетеміз қар. Әмді енді сөйтіп қарыбыз. Нешек кетер? Кетмесе, көңілі болайын. Мұнда болай да көңілі. Міндер алып келесі болады. Шул сіздің айынан гайкысы бик, жұмшақ, бик әйбәт қозғалды. Қамыт сүттілді. Мынаны бәттіш. Так. Бұл қамытын алып болса, мұндан салдырып болса. Бұл қамыт мұнда туры келе бетмешін. Бұл біраз бәләкейрек. Әлі бұл тұрбасын біраз түйесі болашақ. Яки бұл қамытын әзігіне кеңейтесі болашақ. Ярар бұсы аннарысын әліге. Мұна бір резинан мұндан бірінші қысылағара керек. Мұна мұндан гайка тұтып тұра. Яңалары мұна мұндайды қайдадыр. Бик сәйір, чөнки мұнда комплектта бірнеде бір кете тұрған әйбірлері жоқ. Яғни мұна мұндағы көшері, һәм мұндағы көшері жоқ комплектта. Өзім нәрсе болса ойлап шығара тиешем. Ну, бұлай қарасаң, мұна бұл икесіндегіне де тұрайын деді. Болса яқшын. Сіз оңайында мұна бұл гайка, ол жиделі Карл. Мұна бір көшері, мұна екінші көшері, мұна мұнда темір кесегіне. Мұнаға көп мә интектерді мен бүктім, турайттым, тарттым, елқадым. Аның недер фылқысы да бар темірден ақырасы. Шыны қоясы болайын қар қысқасы. Сүйіп, қиынап, кекірайтып, турайтып яңадан шылайттырып кірттім енді. Нәрсе бұзай. Мұнда кірмейсің санарсен. Көрсәдірге дәлгірмедім, өзімді күтмедім андай бірін. Мұна бұл тұрба, мұна мұнда келеді. Мұна мұндарақ тұра, олай көрді аны түгі резинлары білен бір кетіп қойсам. Мұна мұнда тұра, әбіна бұтсы, мұна мұнда тұра. Ол ортқа таба бірнешікті кет алмыш үшін кеттігінде нығиттіріп бір кетілген тартмаға. Мұна мұнда түгі бек қаты нетіп маташқан резинан салдырған ғанайын, бұл шып келді де отырды, кіріп те кетті бұл. Шып. Көзіме шып кірмесе, мұна шылай боп-бош отырал. Яғни кіртуінің біріне проблем сайып, көздейін отта кірті бұл ақытын ашылыптырып. Так, қарында мен бір қорайым мұны. Оның арасында тегі резинын нешік бір кетірі мен білмеймін. Ну, бүтәнше болмай шөнки резинларын бір кеткен келеш, яқында кетір алмайсың. Машина көше қетті. Қар, бұрам мұны, резинын яғадан қойып қарайым. Гілләгеше біраз қиынлықлар келіп шықты. Яңа турба біраз диаметрі біраз зоррақ, шуңа күрә қамыт аны тулысынша тарттырып бітір алмай, яғни қыстырып қоя алмай. Шуңа күрә үйге кіріп шықтым. Алдым мына шындай қолай. Бұл қалайны қойбіреулеріңіз білерге тейіш. Шул қалайны бүгіп, ішкі диаметр бойынша шылайттырып бірінші қыстырып қойра керек. Турбаның диаметрі 42 ме? 42. Демек бізге шома білен шу бір 13 сантиметр керек боладыр енді. 131-88, яғни 13-1 сантиметрлы шунда тосма кесіп алырға керек. Кесіп қарайым, тығып қарайым, шылай маташтырып қарайым. Әзігіне көріп кеткен мұнда бір сантиметр алып атасы болаға. Демек, менің мына бұл қалайлы колхоз шылай дегенімі идеальны кіріп отырды, идеальны тұры келді. Бек яқшы отыра, тығыз ғына, әр қысасы ғына қалды. Мына мұны лектор алмайша әттіләне бітті. Бір нешекті болмады. Осын лектор болағысын жоқ.
Аннарсын тегеннән артқы резинаны күрсәтәм. Үзем әйтмешли чатырдыгын сытып кыстым. Димәк, бөтен әйбер беркетелгән резиннар тора. Һәм менә мондагы артқы кронштейнын беркетә торган резин менә ул монда өстә. Ләкин глушитель әллә бүтән төрле әллә нәрсә. Аны монда куеп булмады. Чөнки менә кронштейн монда тора, резин менә монда тора. Аларның арасы бер 3-4 см анда. Глушитель өскә менә монда төбенә бәрелеп тора. Кыйнап барып имгәтмәсен өчен менә бу резинаны менә шулай өскә бөгеп тыгып куйдым. Ягъни менә шулай иттереп амортизацияләп торырга тиеш була инде. Эш бетте. Һәр яңадан менә шунда куям. Һәм кабызып карыйбыз. Бөтенләй башка эш. Иске тавыш кимиткечне күрсәтеп китәм. Менә шундыйрак хәлле ул. Менә шундыйрак. Ягъни менә бу торбасы менә шулай аерым тора иде. Утага карап, бусы аерым эленеп тора. Ягъни моның бернинди файдасы юк. Моны бәлки ябыштырып булган булыр инде, ул нәрсәгә? Нәрсәгә акча әрәм итәргә? Ул барыр биткән инде, ул ширидә башлаган. Менә монда инде ярыла да башлаган. Нәрсә инде? Ярар, металлга. Демәк, чыгымнар 600 сум тавыш кимиткеч, 150 сум тавыш кимиткечне тота торган шул резиннары. Һәм дә инде эшнең шулай уңышлы тәмамланды хөрмәтенә кафега барып хәзер берәр шаурма авыз итеп кайту язык эш булмас дип уйлыйм. Мин киттем. Лайклар, дизлайклар куегыз, каналга язылырга онытмагыз һәм барыгызга уңышлы көннәр.